Жедел ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Қазақстан мегаполистерінің бірінде күн 28 градусқа дейін ыстық болады. Астана, Алматы мен Шымкентте 24 қазанда ауа райы қандай болады? Ауа райы болжамын Опен-Вирте порталы жария етті деп хабарлайды Қазнұр. Бүгін Алматыда күн бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы 19 градусқа дейін көтеріліп, түнде 4 градусқа дейін түседі. Желдің жылдамдығы 2 метр секунд деңгейінде болмақ. Астанада синоптиктер болжамынша күн бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы 14 градусқа дейін жетіп, түнде 4 градусқа дейін төмендейді. Желдің жылдамдығы 4,3 метр секунд деңгейінде болады. Шымкентте бүгін күн аздап бұлтты болады. Күндіз термометр бағаны 28 градусқа дейін жетіп, түнде 12 градусқа дейін түседі. Желдің жылдамдығы 3,6 метр секунд деңгейінде болмақ. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.